құрметті тамаша көйлер, бүгін біз Өмірден сөз подкастының бірінші санын баслау алдындамыз. Сіздермен баслаушыңыз Шерзат. Ассалаумалейкум, Хамде Айзада. Бұл подкаст қандай подкаст? Өмірден сөз подкасты. Бұл идеал өмірді емес, хақиқи өмірді көрсетуге еледе харекет етеміз. Бүгінгі мейманымыз болса, районымыздың мәдениет қызметкері, Хамде опера бағдарында бірнеше таңдаулар жеңімпазы, Апай ауылдың баласы, Жасур Мырзабаев. Әуелем ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Көрсетуіміздің бірінші санына шақырып жатқаныңызға жүдә қуаныштымын. Көп рахметлер айтамын. Алдағы жұмыстарыңызға қасым табыстар, қандай халқымыз қолдап қуатлайды деген үміттеміз. Рахмет. Жасур, келің бірінші өзіңіз таныстырып өтсек, қайда тұрасыз, қайсы ауылда тұрасыз дегенде. Яғни ауылдың баласы деп айтып жатырмыз, яғни балалығыңыз өткен ауыл хақында кішігірім айтып өтсеңіз. Мен өзім хақында атап айтатын болсам, Кегел районының Абат ауыл құралы жиыны Божжақ ауылында туылып өскенмін. Ол жерде 15-ші салы орта мектепте білім алып, Нөксі мәдениет көркемөнер колледжінде оқып, ол жерде табысты тамамлап, 2019 жылы Әжінез атындағы Нөксі мемлекеттік педагогикалық институтына грант тегарында оқуға қабыл етілгенмін. Жақсы. Операға деген қызығушылық қашан басланды, һәм қалай болды, сол хақында бір азғана айтып өтетін. Айтып өтсеңіз, олам қызықта бір ауылда жүріп, опера ұлыма бір-біріне сәйкес келмейтін, және кішкентай уақытыңыздан адаспасам баслаған шығарсыз деп ойлаймын. Опера қызығушылығым мен сол ауылда сол мал ешкі бағып жүріп, қайт деп жүріп бақсам даусым шығып кеткен негізі. Сол мектепте оқып жүрген кездерімізде посық сабағы деген болады. Ұстазымыз Аймхан апа сол қосықтар оны кіріп келуімізге себепші болған инсан. Ол инсанға көп рахметтерімізді айтамыз. Яғни ауылда жүріп, яғни ауылдық орталықта сізге ешқандай қиыншылық тудырмады, операға деген қызығушылық? Енді қиыншылық тудырды, себептен енді біздердің уақытымызда музыканы школаларға, түнгі біздердің мысалы мәдениет, Кегел район мәдениет орайларына қатынау қиын шариғат болды, жетіспеушілік болады семьяда. Сол ауылда жүрген кездерімізде сол телевизор көріп, бұрынғы черный телевизорлар болатын еді, аяғына плоскостный толып, ерлеп, сол Базарбайға Надиевтің қосқыларын естіп, сол операға қызыққанбыз, сол тарау бойынша Нөксі мәдениет көркемөнер колледжінде білім алып келдік. Жақсы. Егер сол операшы қазіргі уақытта операшы мәдениет бөлімі жұмыс істеп жатсыз, егер ол мәдениет бөлімінен басқа қайсылар оларды өзіңізді мен осы кәсіпті көре аласыз, мен боламын, осы кәсіпті болғым келетін еді деген жастық уақытта болған шығар бәрібір, мысалы үшін. Әлбетте, ондай қызығушылығым жастық уақытта болған. Мен мысалы өзім мысалға менің арманым бір кішкентай уақытта летчик, мысалы бір солдат па, сондай бір типа менің өзім уақытында сол солдат боламын деген арманым болады. Әлбетте, ол кішкентай уақытта қызығушылықтар болады. Мен сол военный болғым келген, сол кішкентай уақытымда. Қазір енді сол анық сол қосық тарауына кіріп келгеннен кейін енді қосық тарау өзімнің наным содан деп ойлаймын. Сіз балалық уақыттан бастап операға қызыққаныңызды айттыңыз, яғни сол балалық уақытта ма, мысалы бірінші мәртебе сахнаға шыққан уақытыңызда, яғни қосық айтқан уақытыңызда өзіңізде қандай сезімдер болды? Ең бірінші сол сахнаға шыққан уақытта қосық жарысынан Баркаман аулат деген бұрынғылар жарыс болады. Әзірде бар. Сол кездер жарысқа қатынасқан кезімізде мына жерді түріп алып деп қос айтқанларым ядыма түссе көргім келеді. Сол кездер Хаятжан дейді ғой, албыраушылық көп болған менде. Себебі ол сахналық ауылда жүргеннен кейін ондай заттар көрмегенбіз та, қалаға келгеннен кейін сол кездер албыраушылықтар болған. Сөзін ұмытып қалу, қосықтың сондай бола ма? Сол қосық айтайын деп жатқан кезде ең бірінші сол сөзін ұмытып қалу деп ойлайсың енді. Бірақ аяқтан музыка келгеннен кейін бәрібір сол текстілерін өзіңе келе береді да. Енді сахнада шыққан уақытыңызда бәрібір қызық жағдайлар болуы мүмкін, мысалы микрофон сүймей қалып, я болмаса басқаша қызық жағдайлар болуы мүмкін ғой. Мысалы сізде сондай жағдайлар болған ба, яғни естен шықпай тұғын, ұмытпай тұғын еш? Әлбетте, бұл сахна болғаннан кейін сахна артында көңілді жағдайларым, естен шықпайтын жағдайларым болады. Менде есте шықпайтын сондай бір күн болды. Сахнаға шықпастан алдын сол
сол апаң қайтыс болып қалды деген хабар келді. Сонда да халыққа қосығымды анам етіп айтып шыққанмын. Сол күн ұлыма еш есімнен кетпейді. Соның бір зат айтып кете жақпын, сол мәдениет қызметкері болғаннан кейін бәрібір бір жауапкершілік болады қандайда бір. Әлбетте бұл жағдайда өзіңіздің жауапкершілігіңізді атқарып, яғни қосығыңызды атқарып шыққаныңызда бұл үлкен мәртілік. Бұл менің қолымнан келе бермейді. Енді қазіргі күнде көп тарауларда, яғни опера тарауында да көптеп жетістіктерге ерісіп жатырсыз. Яғни соның арқасында жетістіктеріңізді айтып өтсеңіз өзіңіздің. Жетістіктерім хақында атап айтатын болсам, 2020 жылы Англияның Лондон қаласында болып өткен көп жанрлы фестивалында сыйлы гран-при жеңімпазы болғанмын. Малайзия, Израиль қалаларында 14 республика көлемінде өткерілген халықаралық фестивалдарында сыйлы гран-при жеңімпазы болғанмын. Жақында ғана Ташкент қаласында болып өткен Ахаңлар жыласы көріп таңдауында сыйлы бірінші орынды алуға мәссар болдым. Жақсы, бұл жүдә бір ажайып жетістік деп ойлаймын. Себебі әзіргі уақытта біздердің районымызда бұндай жетістігі бар мәдениет тарауында жүрген мысалдарды мен еш барды ойламайтын едім. Сіз айтқаныңыздан біліп жатырмын. Енді өзіңіздің шәкіртлеріңіз бар ма қазіргі уақытта осындай жетістікке жетіп жатқан, өзіңіз енді Құда қаласа сол нелерге өзіңіздің барып жатқан жарыстарға алып шығып жүрген бір районымызда жастарды бар ма? Қазіргі күнде сол Кегілі район мәдениет бөлімінде істеп жатырмын. Өте шәкіртлер даярлап жатырмын, сол опера жөнелісі бойынша, эстрада жөнелісі бойынша. Сол шәкіртлерімді жарыстарға байрам көлемінде өткеріліп жатырған іләжларға шығарып жатырмын. Шәкіртлерім бар деп жатырсыз, яғни өзіңіздің шәкіртлеріңіздің арасында, яғни кішкентай уақытыңызда сіз ауылдан шықтым деп айттыңыз ғой, сол жақта қосық айтып деп. Шәкіртлеріңіздің арасында өзіңізді көретін шәкіртіңіз бар ма, яғни ауылда тұрып, сондай қиыншылықтарды өтіп, қатты қызығушылықпенен өзін, яғни сол опера жөнелісіне бағышлайтын дейміз бе, эстрадаға бағышлайтын дейміз бе, сондай шәкіртіңіз бар ма? Өзіңізді көре алатындай сол шәкіртті көрген уақытыңызда? Шәкіртлерім бар, енді өзіме ұқсайтын да шәкіртім бар, өзімнің ауылымнан Сәрсенбаев Санжарбек деген қазір район көлемінде өткеріліп жатқан концерттерге біздерменен даже бірдей болып қатынасады. Солардың қосық айтып жатқанын көріп, мен өзімнің кішкентай балалық уақытларымды еслеймін. Құда қаласа ол баладан да үлкен нәтижелер күтіп қаламын. Мысалы, сіз ауылдан шыққан, яғни өзімнің ауылымнан деп жатырсыз, уақытында сол ауылдан қиыншылықпен сол неге қатынай алмадық деп айтып жатырсыз ғой, бірақ қазірде ауылыңызда шараятлар бар ма? Яғни ол баланың қатынауы үшін дегендей. Мен ауылды өзімнің балалық кезіммен салыстыратын болсам, қазіргі күнде үлкен өзгерістер сеземін. Расында да ауылдан шыққаныңыз бұндай жетістіктеріңіздің өзі де бір ажайып. Инстаграм салсылар тармағынан мен сізді өзім күзетіп бардым. Бойдақ атлы қосық шығарған екенсіз. Бір өзгеше журналист болғаннан кейін мен расы адаспасам 3-4 қосық шығарған шығарсыз осы уақытқа дейін. Именно осы қосығыңыз мені өзіне тартты. Журналистсам басқа, клибіңсам сәл басқашалау болып шыққан екен. Ол неге текарланып, үйленгенсіз бе, үйленбегенсіз бе? Бұл қосық шығару, дүретілу жағын бір айтып берсеңіз. Мен де соны сұрай жағадым, яғни сол қосыңызда бір қосық қатарлар бар, яғни бойдақ болған хәз екен деген. Не үшін ондай қарарға, яғни шешімге келдіңіз бойдақ болғанның несі жақсы деген не ғой, яғни кім себеплі болмаса? Оны үйленгендерден сұрайсың да, бәрібір. Үйленгендер біледі. Бойдақ болған хәз екен, ақылым жетер сау, алдында талай қау. Бойдақ болған хәз екен, қосығың болар вау, мінісін іздер дау, болмағын хайран ау. Телефонды баса шықпай тезек өшір жау. Біз қазіргі күнде сол қосықлар үстінде істеп жатырмыз. Сол бойдақ қосығына келетін болсақ, 2020 жылдар институтта болып жүрген кезімізде Мұхаммед деген бала жазған. Сол қосық естіп көрсе деген, сөйтіп соны естіп, сол ұнағаннан кейін бойдақ темасы, бойдақ әрине бойдақ болғаннан кейін сол халыққа өтеді деген мақсатпен шығарғанмын. Қазір өзіңіз үйлендіңіз бе, бойдақсыз ба? Иә, қазірше үйленген жоқпын. Сол орында бір жаңа бойдақ қосыңыздан ба, ямаса опера жөнелісінде қосық айтып деп жатсыз ғой. Сол екеуінің біреуінен бір қосық айтып берсеңіз, бір аспентлер үшін бұған бір ұнауы мүмкін. Бағлары
шамен зор алтын алабы сылдырлап ағады зерне бұлағы қарасам көзімнің отын алады науқыран шәдия менің елім бар науқыран шәдия менің елім бар. Даусыңыз жүдә бір жағымлы ажайып екен. Енді мына алға қойған мақсатларыңыз қандай? Сол хақында бір айтып берсеңіз ұлыма. Алдағы қойған мақсатымыз Құда қаласа сондай көркем өнер тарауында операшы балаларымызды жетілдіріп шығару, мемлекетіміздің байрақтарын көкірек көтеру. Рахмет, тілектеріңіз ажайып, ниетіңізге ерсе бергейсіз. Бізге ажыратылған уақыт қысқа болғаннан кейін неге сөhbetimiz қызық болды. Еледе көптеген заттарды айтуға болатын еді, бірақ бізге қойылған уақытымыз сәл шектелді. Соның үшін тамашагерлерге бір 2-3 жылы сөздеріңізді айтып кетсеңіз. Әлбетте, осы өмірден сөз подкастына бірінші мейман болып шақырғаныңыз үшін көп рахмет айтамын. Бәрібір бірінші саным ғана албыраушылықтарым болды. Әлбетте халқымызға ұнайды деген үміттеміз. Алдағы жұмыстарыңызға қасқын табыстар тілеймін. Рахмет көп. Енді бұл әлбетте өмірден сөз подкастының ең бірінші саны еді. Албыраушылықтар, яғни насазлықтар болатын болса, біз әлбетте кешірім сұраймыз. Шерзат екеуміз әлбетте кейінгі саналарында басқа меймандармен біргелікте басқаша идеялармен келуге харекет етеміз, яғни бізден ұзақласпаң. Бізді қолдап кетіңіз. Hammaga рахмет.